Қыз баласы үйден ұзап бара жатқан кезде бес жұрттың абыройын арқалайды екен. Біріншісі әкесі мен анасының абыройы, екіншісі қалың елінің абыройы, үшіншісі нағашы жұртының абыройы, төртіншісі болса келген жерінің абыройы, ал бесіншісі адал жарының абыройы. Осы бес жұрттың абыройын арқалап жүріп, қыз баласы келін болады, ана болады, дана болады, маңдай шашы ағарған кемпір болады екен. Сонда да әйел кей кездері жаман болады екен. Әйел баласын баптағанда, баққанда, қаққанда өз алақаныңда ұстай алсаң, дәл осы қалпында қалады. Еркек үстемді кеткен үйде тақымды ұлдар, қылықты қыздар шығады. Өзіңнің серігіңе, аманатыңа ие болсаң, бұл жан сенің тілеуіңді тілейді. Сонда ғана сіздер ең үлгілі отбасы, ең мықты қарым-қатынас құрған ерлі зайыпты боласыздар. Сондай жолда мен сіздерге тілеймін.